Жақында Былғары зауыт ауданында тұратын Наталья Чорбаның үйі су астында қалды. Нәзік жанды қара шаңырағын 7 жыл бойы тұрғызған. Қазір жалғыз басты ана қызымен бірге нөмірі 4-ші орта мектепте орналасқан эвако қабылдау пунктін паналауда. Тасқын алдында қажетті дүниелерді шығарып үлгерген. Дома затоплены, у нас торчат вот крыши одни. Қазір үйімнің шатыры ғана көрінеді. 2017 жылы су тек еденге дейін тұрған еді. Ол кезде 1 жыл бойы туған туысқандарының үйінде тұрдым. Тасқын тарағасын бағалаушылар келіп, есептеу жұмысын жүргізбекші. Олар баспананың жарамды не жарамсызын айтады. Бүгін мұндағы эвакуацияланған тұрғындар бір реттік төлем алу үшін өтініш білдіруде. Мектепте тасқыннан зардап шеккен жандарға арналып, құқықтық көмек партиялық жобасы аясында азаматтарды қабылдау өтті. Ескерер жайт, мемлекеттік көмек тұрғынның жеке куәлігінің көшірмесі, банктік шот нөмірі және баспананың суға кеткенін растайтын құжат ұсынылған жағдайда тағайындалады. На сегодняшний день уже подано. Өңірімізде 6 мобильді топ жұмыс істейді. Тасқыннан зардап шеккен тұрғындардың барлығын қамтудамыз. Бүгінгі таңда біздің мобильдік топқа 1000-нан астам өтініш түсті. Кеше 265-ке жоқ өтініш жазылды. Қазір уақытша қосында 44 ересек адам мен кәмелетке толмаған қос бала тұрып жатыр. Білім ұясында зардап шеккен тұрғындарға 4 кабинет бөлінген, барлығы жабдықталған. 3 мезгіл тамақ беріледі. Гүлден Сембаева, Олег Косинов, МТРК.